Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, дүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 69-шы сабақ, 15-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Бір кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына, жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолқа салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде: біз ғана өнер, білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады, дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек, деді Спандияр Көбеевтен. Енді балалар мәтін мазмұнына, сұрақтарына назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап беріңдер. Ал балалар, бірінші сұрақ: Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Алғаш қазақ мектебін ашқан ағартушы ғалым. Екінші сұрақ қояйық балалар. Жиылыс қай жерде болды? Жиылыс Сауытбайдың тойында. Келесі үшінші сұрақ қоятын болсақ, балалар, есік жақта отырған адам не айтты? Ол Ыбырай Алтынсариннің өз қамы үшін емес, елдің қамы үшін көпшілікке қолқа салып отырғандығын айтты. Келесі сұраққа назар аударайық, балалар. Ыбырай өнер, білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс. Ыбырай Алтынсарин өнер, білімнен басқа елдерден қалыс қалып келе жатқандарын, оған тек адамдардың өзі кінәлі екендігін жеткізді. Өйткені адам өзі әрекеттенбей, ештеңеге де қол жеткізе алмайды екен. Сол үшін ел болашағы жастарға дұрыс білім, тәрбие беруден бастау керек екенін айтты. Енді балалар, мәтіннен зат есімдерді тауып, талдау жаса. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз. Осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Мәтіндегі зат есімдер, жалпы есімдер: адам, үй, балалар, той, әңгіме, мектеп, есік, киім, ауыл, ардагер, көпшілік, өнер, білім, үлкендер. Жалқы есімдер: Ыбырай Алтынсарин, Сауытбай. Мәтіндегі нақыл сөздер, яғни бізге көшіріп жазыңдар деген, балалар. Мәтіндегі нақыл сөздер: бітер істің басына, жақсы келер қасына. Өнер жастан шығады. Дәптерлеріне жазып алсаңдар болады, балалар. Келесі 16-шы жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Өнерлі балалар. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ, Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат, Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көр сен енді. Сұлтан Қалиев. Балалар, мұнда жұмбақтың шешуі 12 бала екен. Сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Өз достарыңның өнері туралы айтып бер.
16-шы жаттығу бойынша жұмбақтың шешуі 12 бала. Дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Ал енді хабарлама жаздық, балалар. Сендер өз нұсқаларыңды жазсаңдар болады. Мен өз нұсқамды жаздым. Менің сурет салу өнерім бар. Бұл менің шығармашылық жолым. Мен өзімнің сезімдерімді, ойларымды қағаз бетіне түсіріп, түрлі түстер мен сызықтар арқылы әлемді өз көзқарасыммен бейнелеуге мүмкіндік береді. Енді балалар, біреуің биші болуларың мүмкін, біреулерің күйші өнерлерің болуы мүмкін, сендер өз нұсқаларыңды жазсаңдар болады. Он жетінші жаттығу. Берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой. Мұнда балалар, міне гүл сияқтының ішінде бізде сөздер берілген екен, Берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз. Өзің бірнеше мысал келтір. Ал балалар, 17-ші жаттығу бойынша сұрақ қояйық. Не, күй, кім, әнші, дос, өнерпаз, бала, кенші, суретші, биші, әже, көрші. Енді балалар, осыларды біз көпше түрге айналдырайық. Күй, күйлер, әнші, әншілер, дос, достар, өнерпаз, өнерпаздар, бала, балалар, кенші, кеншілер, суретші, суретшілер, биші, бишілер, әже, әжелер, көрші, көршілер. Енді балалар, бізге айтқан өздерің мысал келтіріңдер деп, Не, дәптер. Көпше түрге ауыстыратын болсақ, балалар, дәптерлер. Не, орындық, орындықтар. Кім, мұғалім, мұғалімдер. Дәрігер, дәрігерлер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.